самса шығарып қойып отырмын. И тағы да фарш. Голубцы жасағым келіп тұр. Сағат 8:30-8:30-да тұрдым. Алихан дейін вообще ерте тұрып апты. Сонымен тұрып, бірден шығарып қойып отырмын. Бұл қашан жібеткен енді. Ана жерге іліп қойайын. Ана еле әлі ұйықтап отыр. Аякуш тоже ұйықтап отыр. Бізде бүгін күн салқын болып кетіпті. Астананың погодасы. Жан жақты шамал жинастырды. Балалар да уже тұрып отыр. Аякуш қана ұйықтап отыр. И сразу қыздардың зарядкасын тексеремін. Ана жерге екеуміздің суретімізді қойып қойыпты. Аякушты зарядка аздау екен. Күшті болып жасап қойған, су шығып жатыр ма, не істеп жатыр. Неше түрінің қойып қойды өздері. Ана lökте осындай. Аяна да осындай сурет тұр екен. Кім анау? Биші қыздарының суреті өтем. Құмырсқа кіріп кетті. Қайда? Ана löк алып шығарып жіберді. Сыртқа шығарып қойғанбыз шлангыны. Бассейнді толтыра алмай жатырмыз. Тағы қойба ма? Оған соң қой әлі көп толу керек. Аякуси тұрды ұйқыдан. Бүгін 8-де ертең Аякуштың туған күні. Қытай қаласа ертең Аякуштың туған күні. 7-ге туады. Дейсің? Не дейсің? Туған күні асық. Сен де туған күнің болсын ба ертең? Мен туған күні асық. Иә, сен де туған күнің. Төсекті жинап қойдық, 4 бұрыш қылып. Ең соңғы жастықты жинаймыз. И все. Бассейнді күтіп жүрген балашаға. Болмайды екен дәптеу. Анүлік қақтасын? Мама! Ау! Ой, неқта жүр Алихан. Әл толмаған ба, Аныля? Әл толған жоқ па? Сау бол. Әл толған жоқ па? Мен зәмін кеттім. Шамал. Сол жерден ба? Мен бар кеттім. Енді шамалы бір кешке дейін тұрса толады жар. Тақаласа. Бассейнге барамыз, бассейнге түсеміз деп осындай баллончиктер алып алған. 4-еуін. Үйде де бар, еще алдыңғы жылғыдан қалған неше түрлі баллончиктер бар. Енді бассейннің суын толған күте алмай жүр. Шыдамай жүр дегенім ғой. Еще Қызылорда күн салқындап кеткенше суға түсетіндей болып тұрған жоқ, сап-салқын болып тұр. Яғы өтсіңдер екеуің маған қалап. Деміз шай қайнады. Жейтін не бар екен? Так, колбаса, жұмыртқа деген жейсіңдер ма? Жемей ма? Тәттелер қайда? Шақырсай жұмыртқа қормаймыз ба? Тәттелерің қайда жүр? Далаға шығып кетті ма? Ой. Ренчик қой. Ангелек, шайдан да жіберіңдер. Ешнәрсе ішіп жемейсіңдер ма? Жұмыртқа бірдеңе жейсіңдер ма таңғы асқа? Мынау шоколадный паста ма? Паста шоколадно-молочная дейді. Осыдан көрі нутелла жақсы екен, е? Дейді балашаға. Олмағаннан да ұнады. Мынау тоже тәтті, бірақ нутеллаға ішіп кеткен. Олмаған күшті ұнады. Күшті ұнады ма саған? Сүйе ғой. Сағаннанға жақып беру керек, аздап жеш, бірақ. Не істеп атсың? Шоколад алып жеп атыр. Шоколадқа тоймайды осылар. Шоколадқа тоймайсыңдар, е? Күттейлар шоколад. Өзің шоколад болып тұрсың ғой, Алихан. Шоколад? Иә, қара шоколад болып тұрсың ғой. Өзің шоколад болып тұрмайсың. Алиханның ойыншығын қараңыздар. Күшті, е? Алихан мен Аякуш алып алған ғой. Бұл негізі фри салатын. Көш толып жасаған ғой, бәрі жерін кәм үлкен. Осының үлкен арбасына қатты ұқсайды. Осы мен ойнап жүр Алихан. Аякушта осылайынан косметикаларды салып алып ойнайды екен ішіне. Салып шкафына қойып жүр екен помадаларды. Сосын Алихан алып кетеді шамалдан кейін ол машиналарын салып ойнап жүр.
Мына жақта қыздар шортсқа дайындалып жатыр. Бір шортстан бір биді көрген. Соған екеуі үйреніп жатыр. Бізде биді Анеля үйреніп алады тез-тез, иә? Сосын Аякошқа үйретеді. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Молодец. Мен обедке емес ужинға голубцы дайындап болдым уже дайындап осылайнан. Бұл бізде ужинға обедке как раз кешегі тамағым бар, жақсы болды. Да, самса, қазір самса дайындаймын, но мыналар деген әлі қатты сонау жібісін шеттер жібіп тұр екен. Ішіне салатын салмасын дайындап қоя салам пока. Сонымен сол. 지금 сіз мороженое. Мороженое жеу деген вайп болып жатыр. Обед ішіп алдық. Қыздардың шаштарын жуып, қыздардың шаштарын жуып, осылай қаттық өріп қойдық. Ертеңге дейін бұйра болса, туған күнге барамыз. Туған күнге барамыз бір кісінің. Мына кісінің. Біздің суымыз толып қалған сияқты ма? Ортасына қарай түсіп кетеді да. Соң қыздар тартып қояды шеттерін. Ортасына суға түсіп кетпесін деп. Мына жақтағы не ағып тұр. Іші көрінбейді. Қай жерге дейін келгенін білмей жатырмыз. Су қай жерге дейін келді деп ойлайсыңдар? Тезірек бассейнді толтырып, суға түскісі келіп жатыр. Сол жерге дейін келді деп ойлайсың ба? Жаймен ашып көре аламыз ба? Көре алмаймыз ба? Аша аламыз ба? Аша алмаймыз ба? ашқан жүрді. Жерге дейін кетті. Тағы шамалы толса. И все, суға түсуге болады. Жылу керек, бірақ жылыту керек. Алихан ұйықтап жатыр. Алма екі қыз бұрынғы видеоларын көріп жатыр екен. Сиқырлы носки деген кино сияқты түсірген едік қой, соны көріп жатыр екеуі. Күліп күшті шыққан ба? Екеуіне дейін ұнап жатыр. Енді Аякош маған да сондай кино түсірейікші дейді каналына. Ал жазыңыздар Аянаның каналына қандай кино түсірейік. Дәл сиқырлы носки түсірейік болсын дейді. Еще қыдырған бірінші сериясында. Қыдырған? Қаяққа қыдырды? Қыдырдың ба бірінші сериясында? Я просто үйге қайтып бара салдым. Мынау екінші серия ма? Иә. Бұрынғы киноларын көріп жатыр өздерінің. Кино деппін ғой, видеоларын. Бізде самса болып жатыр кешкі асқа. Жоқ енді кешкі асқа емес. 5-тің шайына. Таңғы асқа дема. Таңғы асқа. Сағат 5 болайын деп жатыр таңғы асқа. Мен мына жақта самса дайындап жатырмын. Қазір морозилкаға қатырып қоямыз. 5:30 болды. Ал осыны қазір тез пісіріп жейміз дейді балашаға. Анеля жұмыртқасын жағып дайындап жатыр. Аякош бүгіндікке біздің влогтарды көріп жатыр, біздің влогтарды бұрынғы. Анелік көпте болып себе бер, намарға сепкенде көпте болып себе бер. Анеліктің, Аякош түттің Анелік ба? Аякош ба? Анеліктің самсасы кісті байын деп тұр ғой, тәтті самсасымен. Сәусеміз қазір. Ағын? Ағын? Көпте себе бер. Бізде далада пикник болып жатыр ғой. Есіктің алдына осылай көрпеше жайып, балалар ойын ойнап жатыр. Шетін не аласыңдар? Биос. Шетін бір айына андай бар еді ғой. Снежок бар еді ғой. Сондай ма күшті. Снежок. Алихан қонжығын әкеліп алыпты. Осы далаға шыққан кезде кімге әкеледі сол қонжықты? Осылайнан пикник жасап ойнап отыр есіктің алдында. Влогты аяқтаймыз. Менің қасыма бір адам келді. Қандай влог деп жатыр еді. Бізде жаңа Анеля күшті шортс түсірді. И содан маскасын қағып алды Аякош. Қағып алды, өзіне жабыстырып алды. Еще Аякош өзінің каналына видео түсіріп үлгерді. Біздің үйде басқа отыратын жер жоқтай, мына жерге отырып алыпты екеуі. Қуысқа шығатын жеріне есіктің. Салқын деп мына кондердің дәл астына отырған түрлері ғой. Видеоны аяқтаймыз, достар. Келесі блогтарда кездескенше сау болыңыздар.